Ешқашан салқын су ішпеңіз. Егер сіз күн сайын суық су ішсеңіз, бұл жаман әдет сіздің өміріңізге шығын әкелуі мүмкін. Біріншіден, суық су ішу ас қорыту процесін баяулатады. Суық су тағамдағы майларды қатырады, сондықтан ас қорыту жүйесін ыдырату қиынырақ. Сонымен қатар ауыз қуысындағы тістен бөлек тамақ ауруы, инфекция қаупін тудырады. Салқын су ішу тыныс алу жолдарында шырыштың көп мөлшерін тудырады. Бұл сіздің тыныс алу жүйеңізді инфекцияларға және қатерлі ісіктерге осал етеді. Сонымен қатар салқын су ішу қоректік заттардың сіңуін төмендетеді. Өйткені салқын су қан тамырларын тарылтады, содан кейін ас қорыту жүйесінің қоректік заттардың сіңуін төмендетеді. Екіншіден, егер сіз жаттығудан кейін бірден салқын су ішсеңіз, қызып тұрған дене су арқылы гормоналды теңгерімсіздікке әкелуі мүмкін. Өйткені дене температурасы гормондармен реттеледі және сәйкесінше көңіл-күй мен ас қорыту проблемаларына әкелуі мүмкін. Видеоны жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыз.